Сәлем достар, бүгін біз осындай үлпілдеген жұп-жұмсақ пирог пісіретін боламыз. Керек заттарымыз 50 грамм сары май, 100 грамм қант, 200 грамм ұн, 100 грамм айран, шоколад, өз еркіңізде, бұны қоспасақ та болады. Шай қасық разрыхитель немесе жарты шай қасық ас содасы, 2 жұмыртқа және осы көрсетілген барлық заттарды миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Ең алдымен біз миксқа 2 жұмыртқамызды қосып, жұмыртқаның өзін жақсылап араластырамыз. Себебі жұмыртқаның көпіруі осы біздің пирогтың мінсіз болып шығуы байланысты. Бір жасағаннан шығады, өте оңай. Бірақ осы көрсетілген заттардың барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. 2 жұмыртқаға алдымен қанттың жартысын қосамыз да жақсылап миксерлейміз. Себебі біздің қантымыз жақсылап еруі қажет. Көпіреді және қантымыз жақсылап ериді. Сонда біздің пирогымыз үлпілдек, жұп-жұмсақ болып піседі. Қалған қантты қостым және оны да жақсылап араластырып алдым. Барлық қант толықтай еруі қажет. Ендігі кезек бізде сары май. Сары май ол сіздің күнделікті қосып жүрген, тамаққа пайдаланылып жүрген кез келген сары май болады. Және бұл сары май бөлме температурасында болуы қажет. Сонда біздің қантымыз бен жұмыртқамызға сары май жақсылап араласатын болады. Менде қолдың сары майы, сондықтан майлылығы жоғары болса, біз сары майдың грамын азайтсақ болады. Енді міне біздің жұмыртқа, қант және сары майымыз жақсылап осылай араласты. Ендігі кезек бізде айранға келді. Айранның сұйықтығы әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан осы пирогқа кететін ұнның мөлшері де әртүрлі болады. Менде майлылығы 3,2% айран. Енді ұнды қосамыз. Ұнды да тура қант сияқты барлығын бірден қоспаймыз. Оны да жартысын қосамыз. Себебі біз бұл қамырдың сұйықтығын немесе қоюлығын реттеп отыруымыз қажет. Ұнды шетінен қосып. Ұнды қосып болғаннан кейін біз разрыхительді саламыз және оны да жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді біз шоколадымызды саламыз. Шоколадты қоссаңыз да, қоспасаңыз да өз еркіңізде. Шоколадтың орнына мак салсаңыз да, сіздің пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Енді осы дайын қамырымызды біз формаға құямыз. Форманы мен алдын ала майлап алдым. Мендегі форманың диаметрі 24 см. Сізде бар формаға құя берсеңіз болады. Міне формамыз дайын. 180 градуста 20-30 минут пісіріп алдым. Піскен піспегендігін осылай таяқшамен тексереміз. Таяқшамыз құрғақ болса, демек біздің пирогымыз дайын деген сөз. Дастарханға ұсыну үшін осылай қант ұнтағын сепсек болады. Міне біздің пирогымыз кескенде осылай жұп-жұмсақ үлпілдек болып шығады.